Сәлем баршаңызға. Бүгін біз торттың сыртын теп-тегіс қып қаптауды үйренеміз. Ең алдымен бізге творожный сыр керек, және сахарный пудра немесе қант, және сливки қажет болады. Алдымен творожный сырымыз бен қантымызды миксерлеп аламыз. Үстінен сливкимызды құйып, тағы да жақсылап миксерлейтін боламыз. Өзіңіз қалаған кез келген красительді қосып араластырып миксерлесеңіз болады. Мен жасыл красительді қостым. Осындай одноразовый мешокқа салып, тортымызды түзулеп қаптайтын боламыз. Торттарыңыз тегіс әдемі болып қапталу үшін осындай поворотный столик алуларыңыз қажет. Осылай айналдыра отырып, тегістеп шығатын боламыз. Мен осындай екі құралды пайдаланамын. Осы екі құралдың көмегімен тортымды тегіс қаптап шығамын. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай тегістеп шықсаңыздар болады. Тортты тегістеп болғаннан кейін жан-жағындағы кремдерді салфетканың көмегімен сүртіп алыңыздар. Тортымыз осындай тегіс болып шықты.